Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге окрошка тағамын дайындайтын боламыз. Ең бірінші бір пучок көк пиязымыз бен укропымызды алып, осылай өте ұсақтап турап алатын боламыз. Егер сіздерге зелендер ұнамаса, онда жарты пучоктан қосыңыздар, бірақ міндетті түрде қосу керек. Мен өзім окрошканы көк пияз бен укропсыз елестете алмаймын, өйткені дәл осы ингредиенттер ерекше дәм беріп тұратын болады. Енді бөлек ыдысымызға аламыз. Дәміне қарай кішкене тұзын салып, сосын барлығын дәл осылай видеодағыдай үстінен өте қатты басып шығатын боламыз. Жақсылап басып алғаннан кейін 5 жұмыртқаның сарысын ағынан ажыратып аламыз да, сарысын осы зелендарымыздың үстіне салып, жақсылап тағы да езетін боламыз. Өйткені жаңағы окрошкамызға осы зелендарды салғанда бетінде қалқып жүрмейтіндей, сол үшін осылай жасап жатырмыз. Енді қайнатылған картоптарымызды өте ұсақтап, кубик қылып турап аласыздар, немесе осылай дайын сіздерде көмекші болса, осылай жасап алсаңыздар да болады. Уақытты үнемдеп, осылай тез осыдан өткізіп алып жатырмын теркамыздан. Ендігі кезекте қиярымызды өте ұсақтап кубик қылып тураймыз. Үлкен болса, ол өте бір сүйкімсіз болып қалады окрошкаларыңыз. Және де туралғанына да байланысты дәмі де өзгереді. Сол себепті өте ұсақ қылыңыздар. Екі дана қияр. Енді картопымыздың үстіне қиярды салып, келесі кезекте редискамызды дәл осылай барлығын турап алатын боламыз. Описание бөліміне керекті заттарды және де ингредиенттердің құрамын, мөлшерін сол жақтан қарасаңыздар болады. Және де колбаса, менде молочный вареный колбаса. Колбасамызды дәл солай турап алып, енді келесі кезекте жұмыртқамыздың ағын осылай турап аламыз. Міне, барлығы дайын болды, барлығын турап алдық. Барлық керекті заттарымызды турап алдық. Міне өте әдемі және де оливье салатын еске түсіреді. Барлық ингредиенттер ұқсайды ішіндегі, және де ол да осылай дәл кубик болып туралатын болғандықтан өте қатты ұқсастықтары бар. Ендігі кезекте өзімізге жаңағы ыңғайлы кішкене үлкенірек ыдысқа салып аламыз, өйткені қазір үстінен айран мен сарағаш құятын боламыз. Міне кеңірек ыдысымызға салып алдық. Қазір үстінен көк пиязымыз, жаңағы укроп, жұмыртқаның сарысын дайындап қойдық қой алдын ала. Енді соны үстінен саламыз барлығын. Енді келесі кезекте өте мұздай болып тұрған айранымызды құятын боламыз. Мен 2,5% айран құйып жатырмын. 1 литр айранның барлығын құямыз. Міне айранымыздың барлығын құйып алдық.
және де осылай жарты лимонды алып суын сығатын боламыз. Ендігі кезекте сарағашымызда міндетті түрде холодильникте салқын болып тұрғу керек. Міне сарағаштың қаншалықты қосасыздар, өздеріңіз білесіздер, бірақ міндетті түрде айранның барлығын қосыңыздар. Мен сарағаштың жартысын ғана қостым. Осымен біздің окрошкамыз дайын болды. Өте дәмді. Мынандай күннің ыстық кезінде міндетті түрде жасап ішіңіздер. Сау болыңыздар.